деп жариялаймыз. Мәдениет және спорт министрлігіне қарасты өнер білім ошақтары арасында өтіп жатқан достық кубогының финалын бастаймыз. Финалда өнер көрсететін командалар Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы және де алаң иелері Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республика. Баршаңызды келіп жеткен біздің ұлы мерекеміз Қазақстанның егемендік күні, республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне қарасты оқу өнер ордаларының арасындағы футболдан достық кубогын ашық деп жариялаймыз. Баршаңызды осы тамаша күнмен шын жүректен құттықтағым келеді. Кубоктың енді жалпы мақсаты бұл жерде жеңуден бұрын айтпақшы жаңа ең бастысы қатысу дегендей, бұл жерде бір-бірімізбен араласып, құраласып, тамаша бір той-думан етіп өткізу. Сондықтан баршаңызға сәттілік тілейміз. Әрқашан достығымыз жараса берсін, ел іші бекем болсын, іргесі бүтін болсын. Егемендігіміз баянды болсын. Құтты болсын бәрі. Қазақ ұлттық оркестрінің директоры Медетті Қуанышев мырза, Салтанат ән-би ансамблінің директоры Елубай Кенжалиев, Қазақ ұлттық Құрманғазы атындағы консерваториясының ректор аппаратының жетекшісі Ермек Ысқақов мырза, сондай-ақ өзіміздің осы мектептің ардагер ұстаздары Дүйсен Үкібай, Тасымхан Исен, сондай-ақ Мақсұт Қанташев, Ықылас Нұрғалиевтер құтты қонақ болып келіп отыр. Ендеше келесі кезекте осы жерде бір ауыз құттықтау сөзін білдіру үшін Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Дүйсен Үкібайға берейік. Құрметті өнер ұжымдары осы жерде бой түзіп тұрған бүгін үлкен мереке, халқымыздың ұлттық мерекесі, республика күні. Осы тойдың қарсаңында бүгін үлкен жақсы сайыс болайын деп тұр футболдан. Консерваториясының футбол командасы. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының футбол командасы. Құрманғазы атындағы ұлттық халық аспаптар оркестрінің командасы. Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада және түсіріп колледжінің командасы. Түлек Сейітов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық орта мамандандырылған музыка мектеп-интернатының футбол командасы. Және де алаң иелері Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған музыка мектеп-интернатының футбол командасы. Республика күніне арналған керемет той болып жатыр. Футболдан турнир.
Қай командаға болеть етеміз? Жұбанов мектебінің болельщицалары, жанкүйерлері. Жүргенде сабақ беріңдер işte. Все, почувствовал. Қай қол, моң қол ма, сол қол ма деген деймін. Так, нормально? Видно, не видно? Жарайды енді, ол алыңыздар, бірінші группаға, да? Бірінші группаға. Группа 1. Давай, я быстро быстрее! Сына помогай. Абдалларға жоғар жақта. Çap 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 çap. Çap'a git yine mi çap çap. Жұбанов мектебі езие қашты. Гол салған Алмас Болатов. Жұбанов мектебі езие қашты. Гол салған Алмас Болатов. Murat'a kır Murat'a. Давайте, Мурат ағай. Екінші голдың авторы да Алмас Болатов.
Есеп 3-те 0. Нұржан, давай, прикол. Тез жер, топ тез жер. Красавчик, Ермек ағай. Ай, Саят, кішкене қалды. Молодец, Саят, красавчик. Молодец, Саят. Нұржан, бір гол давай. Давай, Саят. Красавчик, Ермек ағай. Красавчик. Жеңіп кетті. Жеңіске жетті. Yerekender aldık. Lütçü gol yerekende. Final. Алға Жұбан шабуылда алмас керек. Есеп ашқан Алмас Болатов 1-0 есебімен Жұбанов мектеп алды. Мұрат ағай. Давайте, Мұрат ағай. Мұрат ағай. Рецептар жүрген сап сөздер судья. Давай, давай.
Есеп 2-0. Соғып салған Жұбанов мектеп алда. Hoppa. O bizim bala vermeyiz. Жинамдық. Давай, Ерзат! Үргетовтың пайдасына. Финал енді, поболейте теперь. Сонымен Жұбан мектебінің кезекті шабуылы. Ой, гол емес, қол емес, қол да емес. Мінекей, мына допты Жүргенов академиясы еркін билеп төстеуде. Жұбановты қалсар емес, мінекей, гол емес. Ойын өтіп жатыр. Финалда Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы және де Ахмет Жұбанов атындағы республикалық музыкалық мектеп-интернат ұжымы. Әзірше Жүргенов академиясы 1-0 есебімен алда. Шабуылда Жүргенов академиясы. Бірақ тас қамал қорғаушы Дидар Исахан ешқандай допты өткізбей жатыр. Вице-министрі Нұрғиса Мұратұлы Дәуешев құрмет көрсетіп қойып.
еңбек сіңірген қайраткері, күйші, сондай-ақ Елібай Кенжалиев, Ермек Исқақ, Данияр Байжұман, Рахат Сарсен, Медет Қуаныш мырзалар ортамызда. Мереке құтты болсын. Бақтияр Абдырашев мырза. Бақтияр Жывант мектебінің бас бапкері Сағат Кәртенбай. Еркін ойқастау. Алмастың баспен соққан соққысы айтыла берген. Мінекей, мына допта тағы да қазақтың кеңді осып зарлап баратыр. Алмас топтан айырылып өзін амарықтап жіберді. Кезекті айып тобы. Дидар Исахан допты күтуде, соққыны бақтайды. Нұржан көз әттең Дидар. Бірінші кезең осымен аяқталды. Бірінші тайм 1-0. Келесі соққы. Келесі контратака. Топ кері қайтты. Бұл қақпаның бағанасын кеңейтіп қою керек екен. Мінекей, Ермек Жампейістің керемет сейфі. Нұржанның соққысы қақпадан без кетті. Жывант мектебі Бабанкке кетті. 3 шабуылшымен алдыға. Алмас. Нұржан көзі, баянист. Жывант мектебінің бас бапкері, мәдениет саласының үздігі Сағат Кәртенбаев. Өзінің командаластарына нұсқауларын беріп жатыр. Тактикалық өзгерістер орын алды. Енді 1-2-3 жүйесімен Давайте, Жандос ағай! Дидар активный бұрышта. Ермек кел, қақпашыға жоқ. Өнер білім ошақтары арасында өткен достық кубогының марапаттау рәсіміне кезек береміз. Құттықтау сөз айту үшін ортаға Қазақстан Республикасы және спорт вице-министрі Дәуешов Нұрғиса Мұратұлын ортаға шақырамыз. Қошемет құрметіңіз болсын. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, баршаларыңызды бүгінгі республика күнімен, ұлттық мерекенің республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке аясында осы мәдениет және спорт министрлігіне қарасты Алматы қаласындағы мәдениет ұжымдар арасындағы футбол турнирі өзінің бір символикалық мәні бар. Себебі республиканың өзі латын тілінен аударғанда бірге жасалатын іс деп қаралады. Сондықтан бүгінгі осы іс-шараның өзі басымызды біріктіретін, ынтымағымызды нығайтатын үлкен бір қуаныш жағдай деп ойлаймын. Сондықтан баршаларыңызды бүгінгі мерекемен және бүгінгі футбол турнирі
Әрине бұл турнирлер алдымызда міндетті түрде өтетін болады. Бұл волейболдан, футболдан, Алматы қаласындағы, қазір Астана қаласындағы осы республикалық ұжымдардың арасындағы турнир. Сондықтан да бұндай шараларды міндетті түрде қолдайтын боламыз. Бүгінгі ұйымдастырған Жұбанов атындағы мектебіне, басшылығына, ұжымына және осыға қатысып отқан барша ұжымның басшылары мен қатысушыларына үлкен алғысымды білдіремін. Мереке құтты болсын. Марапаттау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Матчтың үздік ойыншысы номинациясымен Ахмет Жұбанов мектебінен Алмас Болатов марапатталады. 7 голдың авторы. Үздік голдың авторын марапаттауға рұқсат етіңіздер. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясынан бүгінгі матчтағы ең бірінші голды салған, девяткаға гол салған Ермек Ысқақов марапатталады. Үздік голдың авторын марапаттауға рұқсат етіңіздер. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясынан бүгінгі матчтағы ең бірінші голды салған, девяткаға гол салған Ермек Ысқақов марапатталады. Үздік қорғаушы номинациясымен Ахатов Асылбек марапатталады. Құрманғазы атындағы ұлттық оркестр. Қорғаушы номинациясымен Ахатов Асылбек марапатталады. Құрманғазы атындағы ұлттық оркестр. Номинациясымен Бекзат Зыканов марапатталады. Келесі кезекте жартылай қорғаушы номинациясымен Күләш Байсейітов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық музыка мектебін бастап келген Бақтияр Төлепбергенұлы Әбдірашев мырза марапатталады. Бүгінгі матчымызда 2-1 сұрмерген анықталды. Ол 7 голдан салған Алмас Болатов Жұбанов мектебінен 7 гол салды. Және де Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясынан Сәрсенбаев Марат бауырымыз 7 гол салды. Енді жеңімпаз команда ретінде сұрмерген номинациясын Сәрсенбаев Мақсатқа береміз. Қонағымызды құрметтеп, қонағымызды сыйлаймыз. Сәрсенбаев Марат, Мақсат, Сәрсенбаев Мақсат. Үздік бомбардир, үздік сұрмерген. Мақсат, үздік жүлделеріңіз құтты болсын. Енді кезекті 3-ші орынға береміз. 3-ші орын дипломы, кубок және медальмен марапатталатын Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы. Қошемет құрметтеріңіз болсын. 3-ші орын. Барлық команда мүшелері ордаға келсін. Медальмен, кубокпен және арнайы дипломмен марапатталады. Жасай берсін консерватория. Құтты болсын сізге. Үшінші орын. Барлық команда мүшелері ордаға келсін. Медальмен, кубокпен және арнайы дипломмен марапатталады. Жасай берсін консерватория орын медальдары және екінші орын дипломымен Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған музыка мектебі интернаты марапатталады. Алаң иелері екінші орын. Былтырғы жарыста бірінші орынды жеңіп алған Жұбанов мектебі осы жолы қонақтарымыз Жүргенов атындағы өнер академиясын сыйлап, екінші орынды қанағат тұтты. Алаң иелері екінші орын. Былтырғы
жарыста бірінші орынды жеңіп алған Жұбанов мектебі осы жолы қонақтарымыз Жүргенов атындағы өнер академиясын сыйлап, екінші орынды қанағат тұтты. Өткізіп атқан достық кубымыз 3 жыл қатарынан өткізіп атыр. Бұғанға дейінгі кубок Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында болған болатын. Ол кубок бүгін қайта ортаға салынды. Алты команда жан алысып, жан берісіп керемет футбол көрсетті. Және де Темірбек Қараұлы Жүргенов атындағы өнер академиясы осы кубокты өздерінде биыл тағы да сақтап қалды. Құтты болсын, бірінші орын. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы 2 жыл қатарынан кубокты өздерінде сақтап қалды. Құтты болсын. Жеңімпаз командаға кубокты табыстайық. Қаттырақ қошемет көрсетейік ағайын. Достығымыз жасасын. Бұл әріптестік қолдауды танытатын достық кубогы саламатты өмір салтын насихаттау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Мәдениет және спорт министрлігіне қарасты өнер мекемелерінің ауызбірлігін арттыру мақсатында ұйымдастырылып отырған турнир. Жеңімпаз өнер академиясы, қошеметтеріңіз болсын. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы 2 жыл қатарынан кубокты өздерінде сақтап қалды. Құтты болсын. Бұл әріптестік қолдауды танытатын достық кубогы саламатты өмір